Мен Мейрамкүл Сұлтангажиева Байгенже қызы, тарих пән мұғалімімін. Мен дарабоз жазушы Қадеш Жұмаділовтің Ерасыл батырға арналған дарабоз деген шығармасын бастан аяқтан оқып шықтым. Бұл шығармада біздің қазақ халқының атақты батырларының қазақ жерін қорғағаны, ойрат жоңғар шапқыншылығы кезіндегі ерлік істері туралы жазылған. Бұл шығармада не көруге болады? Жас ұрпақты тәрбиелеу жолында өз елімізді, жерімізді қорғауға үлкен үлгі, өсиет, насихат алуға болатындығының куәсі болдым. Мен оқыған шығарма жазушы Смағұл Елубайдың Ақбөз үй романы. Романда қазақтың басына түскен нәубет жылдардағы өте ауыр қасіретті кезең суреттелген. Романның шынайылығы оқыған кезде мына кейіпкерлердің әрекетінен байқауға болады. Мысалы үшін ерлі зайыпты адамдар осы ашаршылық кезеңде бір ғана жуанын талғажау етіп, діттеген жеріне жете алмай жолда қайтыс болып кеткен. Жалпы бұл романның негізгі тақырыбы қазақтың басына түскен нәубет, ашаршылық жылдарындағы қасіретті суреттейді. Бұл кітаптың тәрбиелік мәні, біз мысалы өткенді білмей, болашаққа ешқашан бағдар жасай алмаймыз. Кешегі күнсіз бүгін жоқ, бүгінсіз ертең жоқ. Сондықтан біз тарихымызды білуіміз керек. Бұл біздің өткен тарихымыз. Бүгінгі ұрпақта, келер ұрпақта осыны білу қажет деп ойлаймын. Оқымаса ой тоқырайды деген сөз бар. Жалпы адам баласы өз-өзін жетілдіріп отыруы тиіс. Кітап оққанның адамға берері көп. Осы орайда мен оқыған бір шығарма Шерхан Мұртазаның Ай мен Айша романынан ой бөліскім келіп отыр. Бұл романда сонау аштық, зұлмат заманда дүниеге келген қазақ баласының тағдыры жайлы, ашаршылық жайлаған кезде, қазақ зиялыларының репрессияға ұшыраған кезде әкесінен айырылғаны, одан кейін Ұлы Отан соғысын бастан өткізген Барысхан деген жігіт жайлы баяндалады. Одан кейін сол жігітке өшпес үміт отын сыйлаған қайсар қаһарманы Айша анасы жайлы баяндалады. Мен 11-ші сынып оқушысы Тұрқожа Арухан. Менің соңғы оқыған шығармам Бейсен және болмыс отбасы хрестоматиясынан басылып шыққан шығарма. Жалпы бұл кітапта Бейсеннің, яғни қоғам қайраткері, бәрімізге белгілі журналист Бейсеннің ғұмыры, 49 жыл ішінде атқарған еңбектері бейнеленген және өнегелі ғұмыры суреттелген. Менің соңғы оқыған әдеби шығармаларым бұл Мұқағали Мақатаевтың поэмалары, өлеңдері. Әрине бұрын оқыдым, бірақ қазір қайталап қызығушылықпен қайтадан оқып жатырмын. Әр оқыған сайын Мұқағалидың өлеңдерінен мен өмірге деген көзқарасым өзгереді және шығармашылық шабыт аламын. Мен Томирис 7-ші А сынып оқушысы. Мен кітапханадан Жұлдыз Қайратқызының әке шығармасын алдым. Бұл шығармада Жұлдыз Қайратқызының әкесіне деген сағынышы, өзінің айта алмаған сырларын осы кітапқа бейнелеген.